Kızım, bugün biz senin singling Amina'nın bisikki salу rәсімін жасаймыз. Соған мен дастархан жасап жатырмын. Қазір мен қорт жасаймын сол дастарханға. Сен де жасағың келе ме? Иә. Кел ендеше екеуміз бірге жасайық, иә? Қызым, бұл түйенің сүтінен жасалған құрт. Бұл құртты біз деген түйені ең алдымен сауып аламыз. Сосын сауған сүтін алып, ашытып, оны сүзбеге қоямыз. Судан тұрған сүзбеге дәміне қарай тұзын, қантын саламыз да, өстіп қатырып қойып, құрт жасаймыз. Бұл құртты әртүрлі пішінде жасап көруге болады. Мысалға, мынау қандай құрттың пішіні? Молодец, домалақ, бәрекелді. Бүйтіп құрттан сықпа құрт та жасауға болады. Не, күшті құрт болып шықты, е? Кел сен де жасап көр бірге менімен. Бүйтіп домалақ қылып пісер, әртүрлі пішінде болады. Оны біз қазір дастарханға қоямыз әдемілеп. Ендеше қызым, осы жасаған тәтті құртыңды әжеңе апарып берші, дәмін көрсін, е? Бер. Әже, құрттың дәмі көрсін. Мынаны кім жасады? Мама екеуміз. Әже, сіз не істеп жатырсыз? Мен қызым сандықтан бесіктің заттарын шығарайын деп жатырмын. Сенің жатқан бесігің мынау, соған енді гупеңді саламыз. Қазір бесіктің заттарын ішіне саламыз. Мынау деген бесіктің шүмегі. Мынау деген бесіктің ішіне балалардың астына салатын зат. Мынау көрпешесі. Мынау көпшігі мінекей. Байғып бесікке саламыз. Қазір бөпемізді бөлейміз сосын. Сосын жақсы ұйықтасын, жақсы әдемі қыз болып өссін деп айна тарағымызды саламыз. Ал қонақтар келіп отыр екен бізде қызым. Сәлемет сіздерге. Қош келдіңіздер. Немерелеріңіздің бауы берік болсын. Шытырмайы құтты болсын. Рахмет. Қонақтар келіп отыр, қазір бесікке салу рәсімін бастаймыз бөпемізді. Қане біз бесігімізді аластан алайық. Дәмнен алып отырыңыздар. Келген қонақтардан енді қонаққа де сұрайық. Қыздар ендеше, Не айтар екен, не берер екен. қыздар ендеше біз қонаққа ретінде бесік жырын жетіген аспанмен айтып берейік, кәнеке тұра қойыңдар.